Абайлаңыздар. Каспий Голдтан ақша ұрланып жатыр деген хабар түсіп жатыр. Егерде сіздерде интернет доступ ашып болатын болса, тездетіп оны жабу керек. Ол үшін не істейміз? Каспий Голдқа кіреміз, мой банкке басамыз, одан кейін Каспий Голдты басамыз, одан кейін оплата интернете деген сол жерде бір жазу бар. Соны үстінен басамыз. Егер сізде ашық болса доступ, сол жерде лимит деп жазылып тұрады, лимит. Ақшалардың саны шығып тұрады. Сіз алдын ала бір жерлерде ақша аударған болсаңыз, немесе бір қандай фирмалардан ақша алған болсаңыз, немесе сауда жасаған болсаңыз, міне осындай цифрлар шығып тұрады. Соны тездетіп жабу керек. Доступ закрыть дегенді басу керек. Сіз содан кейін барып сіз қауіпсіз боласыз. Соңғы кезде елімізде осындай ұрылар көбейіп кетті. Оны мынау өзіміздің полицейлер ескертеді да қояды. Өздері неге солар барып ұстамайды да, егерден соны білетін болса. Союз кезінде біле білсеңіздер, интернет болған жоқ, сотка болған жоқ, бірақ ұрылар болған жоқ ол кезде. Ұрылар болатын болса, оны анау отырған Москвада отырып, мысалы, бұйырса, бір министр жаңа внутренний дел, анау Қазақстанның бір түпкірінде ауылда жүрген бір орын ұстайтын еді. Қазір не? Бәрі тайраңдап жүрді. Оның бәріне себепші мынау полицейлердің сол ұрылармен байланысы бар ма деп ойлап қаласың. Себебі не үшін солар ұстап қалмайды соларды? Жазасын бермейді. Оған дәлел ретінде, мысал ретінде айтатын болсақ, мына Астана немесе кез келген үлкен қалаларды алып қарасаңыз, үлкен қалаларда автобустардың ішінде сол ұрылардың суреттері іліп қойған. Не үшін соларды іліп қояды? Керісінше соларды неге ұстап алып жазаламай ма? Себебі олардан доля алады да, сөйтіп қайтарып жіберетін болу керек, менің ойымша. Енді бұл менің ойым, ағанаға білмеймін бірақтан. Не үшін солар ұстап қалмайды деймін да, жазаламайды. Және де бір мысал бар. Мен жақында өзім сол мошенниктердің куәсі болдым. Мен өзім бір фирмада жұмыс істейтін едім. Сол фирмамен сауда-саттық қылып жасап жүргенмін. Күндердің күнінде маған бір почтадан хат келді. SMS келді телефоныма. Содан кейін маған хабарласты телефон арқылы. Сізге деді, тауар келіп тұр деді. Сіз тауарды алып кетуіңіз керек деді. Қай жерге апарып берейік? Адреске апарып берейік па, үйге или немесе жұмыс жеріңізге ма деді. Мен жұмыста жүрген болатынмын, қайдан білейін? Жұмысты алып келдім дедім. Қай жерде деді? Адресті айттым, сондай жеріп. Одан кейін жарайды деді. Қазір сіздің телефоныңызға бір SMS келеді, соны айтып жіберіңіз деді. Сөйтіп қарасам, хат жаңағыдай код келіп тұр екен. Айтпадым. Жарайды дедім де телефонды қоя салдым. Содан не істедім? Бірден полицияға звондадым. Полицияға айтып едім, қазір звонда бізге тездетіп келіңіз деді. Біз сізге көмектесеміз деді. Содан бірден жұмысымды тастадым да полицияға қарап жүгірдім. Полицияға келдім, мінекей осындай деп бәрін ақпарат айтып түсіндірдім. Олар айтты, қазір деді, сізді деді, мынау пляж енеңізге, Каспийіңізге кіреміз деді, бүткіл жерде бұғаттап тастаймыз деді. Через жаңағы Егов арқылы да сіздің атыңыздан ешқандай кредит алмайтын болады деді. Жарайды деп сөйтіп бәрін істеді, істеп болғаннан кейін енді айтты, мына кісі деді, маған звондады мінекей, нөмірім мінекей дедім. Неге соны деді, ұстамайсыздар? Енді телефонды гудок барып тұр десем, жоқ, біздің оған ақымыз жоқ деп қойды. Қалай ақы жоқ? Демек олар байланысы бар. Көрдіңіздер ма? Міне живой свидетель сендерге мен айтып отырмын осы сөзді, мен өзім басынан өтті осы оқиға. Міне көрдіңіздер ма? Полицейлеріміз қандай жұмыс істейді біздің елімізде? Біз кімге сеніп отырмыз? Біз қандай елде жасап отырмыз? Өзің ойланып көріңіздер енді. Ұнап жатса лайк басып каналға кіріп кетіңіздер.